Қымбатты көрермен, Меломен тобының орындауындағы әсем әнді тыңдадыңыздар. Бұл оңтүстік арнасындағы таң нұры таңғы ақпараттық сазды бағдарламасы. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға, қонақжай студиямызға қонағымыз келіп жайғасты. Әріптесім Ырыс таныстырып өтсін. Жалын орта мектебі директорының бейін ісі жөніндегі орынбасары Сапарова Назгүл Жайлаубекқызы бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, Назгүл ханым, студиямызға қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Қалай жеттіңіз? Назгүл ханым, ерте оятып алған жоқпыз ба өзіңізді? Әдетте таңғы қалай басталады ұстаздарым? Әдеттегі таңымыз бісміллә деп орнымыздан тұрып, бала шағаны жайғастырып, жұмысқа бару негізгі мақсатымыз сол. Біз әр эфир сайын көрермендерімізге салауатты өмір салтын ұстануды, таңғы жаттығу, таңғы ас ішу деген сияқты дүниелерді насихаттап отырамыз. Көрермендерімізге де сол сұрақты қоямыз, қонақтарымызға дегім келген. Өзіңіз қаншалықты салауатты өмір салтын сақтанасыз? Енді әрбір адам баласына ол салауатты өмір салтын сақтану ол міндетті. Себебі дұрыс өмір сүру үшін, дұрыс бағытталу үшін бұл өте тиімді. Сол себептен де азанда тұрған кезде жаттығымызды жасаймыз. Бәрекелді. Таңғасыңызды ішіп үлгердіңіз ба? Әрине. Үлгермей қалдыңыз ба? Үлгердік. Тамаша. Рас үлгермей қалдым. Иә. Содан кейін көңіл күйі енді көтеріңкі Иә, болады. бәрі Жақсы, жақсы. көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын. Біз таныстырып өттік. Назгүл Сапарова біздің студиямызға қонақта болды. Бұл жалпы біздің бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы сіздердің мектепте өткен семинар жайлы болады. Яғни заманауи білім берудегі заманауи трендтер дейді. Яғни қазір білім, ғылым дамыған заманда, технология дамыған заманда оқушыларды қызықтыру үшін қандай заманауи трендтерді қолданасыздар. Және ол семинар барысында өздеріңіздің қолданатын трендтеріңізді бөлістіңіздер, сіздер қала мектептерінде. Қателеспесем, семинардың аты да дәл сондай, білім берудің заманауи трендтері жайында ма? Соған тоқталып өтсеңіз. Мектептеріңізде қандай? Жалпы бұл семинардың құрылуының өзі оқу ағарту министрі Ғани Бектайұлы мен қала әкімі Мұрат Әйтеновтің жобасы негізінде құрылған болатын. Бұл жобаны магниттік жобадағы мектептер, бұл жобаны қалалық білім басқармасының басшысы негізге ала отырып, басшылыққа ала отырып, осы жобаны енгізген болатын. Және де осы жоба негізінде қазіргі таңда біршама мектептерде, магниттік жоба мектептерінде жоба құрылып, сол жоба негізінде жұмыстар жасалып жатыр. Және де осы екінші болып біздің Жалын мектебі осы жоба негізінде, магниттік жоба негізінде қалалық көлемінде семинар бердік. Сөзіңіз аузыңызда. Біздің көрермендер түсінбей отыр, мен де түсінбей отырмын. Магниттік жоба деген. Магниттік жоба деген өзі аты айтып отырғандай, осы магнит сияқты жаңағы білім саласы бір-бірін тарту арқылы, бір-бірінің жаңағы әдіс тәсілдерін қала көлемінде тарату арқылы осы жоба негізге алынған болатын. Және бұл жобаны, негізге алынған жобаны іске асыру мақсатында Жалын мектебінің директоры Гаухар Абдуллақызы осыны басшылыққа ала отырып, бізде қала көлемінде өзіміздің жаңағы әдіс тәсілімізді көрсете отырып, семинар берген болатынбыз. Және де бұл семинарға білім басқармасының әдіскері Алтынай Алтайқызы келіп қатысып, өзінің ойымен бөлісті. Жалпы бұл семинардың тақырыбының өзі өте қызықты. Бүкіл жаңағы мектептерді қызықтырды десек те болады. Білім берудің заманауи трендтері іс-әрекетке бағдарланған оқыту. Жалпы бұл семинардың мақсатының өзі осы жалпы білім оқыту мен оқу сапасын арттыру негізінде әлемдік деңгейдегі трендтерді көрсете білу. Жалпы бұл трендтер дегеніміздің өзі қазірде өздеріңіз жақсы білесіздер. Жалпы кішкентай баладан бастап барлығы тренд деген сөз қазір фишковый сөз болып тұр. Сол себептен де біз де осы білім саласына осы трендтерді көрсетуді мақсат етіп алдық. Және де осы бойынша әрбір сабақ, өткізілген әрбір сабақта осындай негізгі заманауи трендтерді көрсетуді негізге алдық. Және де бұл бойынша ең басты геймификация әдістерін тиімді қолдануды көрсеттік. Геймификация әдістері дегеніміздің өзі жалпы баланы тек қана бір ғана бағытта емес, жан-жақты бағытта дамыта отырып, және де оларды ойын әдістері арқылы, түрлі цифрлық жүйе арқылы, осы әдістер арқылы балаға сапалы білім беруді мақсат етіп алып, және де осы негізінде семинар өткізілді. Семинарға кімдер қатысты? Семинарға қанша ұстаз? Өте дұрыс, өте орынды сұрақ. Бізде семинарға қалалық білім басқармасына жаңа айтып өткенімдей әдіскер
Алтынай Алтайқызы келіп қатысты, және де қала көлеміндегі мектептерден 90-нан аста әріптестеріміз келіп қатысып, өздерінің жоғары деңгейде семинарды жоғары деңгейде өтілгенін айтып, және де жақсы пікірлерін білдіріп, кері байланыс жасады. Жалпы баланы оқытуда осы айдың ішінде мен өзім де жаңалықтармен бірнеше семинарға бардым. Осы мектептер өткен ұлттық құндылықтар жайлы. Өте дұрыс, өте орынды. Бұл негізгі біздің мақсатымыздың ішінде ұлттық құндылық басты орында тұрады. Әрине. Ұлттық құндылығымызды біз дәріптей отырып, біз басқа әлемдік деңгейде баланы бағыттаймыз сапалы білім беруге. Жалпы ұлттық құндылықты дәріптеу біздің негізгі мақсатымыз. Мұғалімдердің негізгі мақсаты осы ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Ол ұлттық құндылығымызға біз жан-жақты әрбір сабақта осы ұлттық құндылықты ең басында негіздей отырып, ұлттық құндылықты бағыттай отырып, әрі қарай біз білім береміз. Жалпы мектептеріңізде, енді мектептеріңізге оралсақ, мектептеріңізде қанша оқушы бар, қанша... Жалпы біздің мектеп жалпы білім беру мектебі, жекеменшік мектебі, мемлекеттік стандартта тегін ақысыз оқытылады, және де қазіргі таңда бізде 683 оқушы бар. 58 мұғаліміміз бар. Сіздерге оқығысы келген оқушылар, яғни сол жерден тегін білім алғысы келген балалар не істеу керек жалпы? Қандай мекен-жай бойынша конкурстан өту керек па, қалай болады? Бізде енді жалпы оқу жылы аяқталды биыл. Енді бірінші қыркүйек келе жатыр. Бізде енді негізінде баланы жалпы қабылдаймыз. Қабылдағаннан кейін сапасын арттыруға барынша біз жұмыс жасаймыз. Ол жұмыс жасау бізде сол оқыту процесінде болады. Жалпы енді арнайы бір шкала қойылып қоймаған, балаға осындай бір неден өту деген нәрсе жоқ. Жалпы мемлекеттік стандартта қозғалыс бойынша қабылдаймыз. Енді сіздердің мектептеріңізде қазір көп мектептен байқап жатырмыз, жеке меншік мектеп болсын, мемлекеттік мектеп болсын, балаларды инновациялық оқытуға, сонымен бірге робототехникаға үйретуге үйірмелер бар. Сіздердің мектептерде осы үйірмелер бар ма? Сонымен қандай үйірмелер бар жалпы? Мүмкін жоспар бар шығар. Жалпы негізі жыл көлемінде жоспар құрылады. Ол жоспарымыздың негізгі біздің мақсатымыз сапалы білім берумен, онымен қоса балаларды жан-жақты етіп дамыту. Бұл дамытудың ішінде бізге осы үйірмелеріміз негіз болып табылады. Яғни қазіргі таңда мектепте робототехника бойынша балалар сабақ алып жатыр. Онымен қоса би үйірмелері, күрес үйірмелері, сонымен қатар пәндік үйірмелеріміз, біздің шахмат үйірмесі жан-жақты осылай жүріп жатыр. Жалпы мектептеріңіздің ашылғанына қанша уақыт болды? Сол ашылғалы бері қандай ірі жеңістерге жеттіңіздер? 2019 жылы осы жалпы білім беру мектебі ашылды. Және де өздеріңіз білетіндей біз мектеп енді ашып, қадам басып, өрбіп келе жатқан кезімізде онлайнға ұшырадық. Және де сол онлайн негізінде отырдық та біраз уақыт содан енді былтырғы оқу жылынан бері мектептің сапасы өте жоғары деңгейде көтеріліп келе жатыр. Оған негіз болатын нәрсе, біз қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей дарын орталығының ұйымдастыруымен бірнеше жаңағы олимпиадалар, байқаулар бар. Сол байқауларда оқушыларымыз өздерінің жетістіктерін көрсетіп келеді. Аудан көлемінде, қала көлемінде және республика көлемінде де өз жетістіктерін көрсетіп келеді. Осы баламыз аз болса да, бірақ сапамыздың жоғары екенін негіз етіп алғым келіп отыр. Себебі қазіргі таңда бұл деген біз үшін үлкен жетістік. Жалпы жетістіктеріміздің біріне осы балаларымыздың жан-жақтан ғылыми жобадан республика көлемінде шығып жатыр. Қызылорда, Алматы қалаларынан және де осы жерде айтқым келеді, дарын орталығын да негізге алып айтқым келеді. Сол кісілердің ұйымдастыруымен, білім басқармасының ұйымдастыруымен осы байқауларда балаларымыз өте жоғары дәрежеде өздерін көрсете біліп жатыр. Және де балаларымыз тек қана осы білім саласында ғана емес, сонымен қоса спорт саласында да халықаралық деңгейде өздерін көрсетіп жүрген бірнеше спортшыларымыз бар. Біз осы оқушыларымызбен мақтанамыз. Жаңа семинардың тақырыбында айтылды ғой, білім берудің заманауи трендтері деп. Өздеріңіз балаларға білім беруде қандай заманауи трендтерді, қандай методикаларды қолданасыздар жалпы? Өте орынды сұрақ. Осы бойынша менде коуч сабақ өткен болатын сол семинарда. Бұл жерде біздің негізгі қазір заманауи трендтер дейміз. Трендтердегі негізгі әдісіміз геймификация әдісі болатын. Ол қалай? Осы бұл әдіс жалпы баланы ойын арқылы сабаққа тарту.
Бұл жерде жаңағы құрастырылған ойын мұғалім өзінің әдісімен құрастырады, және де сол ойында бір бағыттан келесі бағытқа бала жету үшін сол жерде түрлі сұрақтарға жауап береді, және де қазір баланы қызықтыру тіптен қазіргі мына заманға байланысты, заманауи заманға байланысты кішкене қиындау ғой. Сол себептен осы трендтегі әдісті ала отырып, біз жыл басынан бастап осы әдіс бойынша жұмыс жасадық. Жұмыс негізінде бір шама биология, бұл жерде алгебра сабақтарындағы кемшіліктерді негізге алып жұмыс жасап көрген болатынбыз. Жыл соңында осының нәтижесін көрдік. Біздің білім сапамыздың арту негізінде біз осыны негізге ала отырып жаңағы семинар беруді жоспар көрдік. Себебі осы жалпы құрған негізгі мақсатымызға жеткендіктен бұл үшін бұл бізге үлкен жетістік болды. Тек қана бұл жерде осы әдісті ғана қолданбай, жан-жақты әр сабақ өтілген сабақтың барлығында мұғалімдеріміз өздеріне қажетті сабақ барысында білім сапасын көтеру мақсатындағы тиімді әдістерді өздері қолданып, өте жоғары деңгейде сабақ көрсетті. Жақсы, Назгүл Сапарова ханым. Енді ұстаздарға кеңес ретінде өзіңіз айтып кетіңізші, оқушыларды қалай қызықтыру керек? Жалпы ұстаздарға кеңесім, енді біршама жылдан бері жұмыс атқарып келе жатырмыз. Жалпы енді әрбір ұстаздың өзінің ұстанымы бар негізінен. Сол ұстанымы арқылы биік жетістіктерге жетеді. Енді менің өзімнің жеке басым ұстанымы баланы жан-жақты етіп дамыту. Ол дамытудың ішінде өзіңіз айтып отырғандай құндылық. Ол құндылықты ең басты құндылығымыз деп мен санаймын, балаға кітап оқыту. Осы құндылықты өзім негізге алып, сабақ барысында үнемі әдеби кітаптар, өзім тілші болғандықтан, әдеби кітаптарды оқытамын, және де тек осы әдеби кітаптарды оқытып қана қоймай, сол кітаптар бойынша әрі қарай біз оқыған жаңағы сауалнама жүргіземіз, және де осы тек қана бір бағытта ғана ұстамай, жаңағы түрлі әдістерді қолдана отырып, сапаны көтеріп жатырмыз. Кітап оқытамыз. Кітап оқуға қалай қызықтырасыздар? Кітап оқуға қызықтыру менің өзім үшін, мысалы бір кітапты алып, мысалы қазіргі таңда балаларға әдеби кітапты, тарихи кітапты оқыту өте қиын, өздеріңіз білесіздер, қысқа ғана метражды нәрсеге үйреніп қалған, жаңағы тикток дейміз, секундтық нәрселерге үйреніп қалған балалар, ал ұзақ отырып олар миларын олай қалыптастырғысы келмейді. Сол себептен де кітап оқуға мен негізінен біріншіден жаңағы өзімнің түрлі әдістерімді қолданамын. Ол кітаптың қызықты жерлерін айтып, сол қызықты жеріне келген кезде тоқтатып қоямын. Ары қарай апай не болды айтыңызшы десе, сол кітаптан оқып аласыз деп. Және де бұл жерде талап та керек деп ойлаймын. Талап та қоя білем кітап оқуға. Сол талап негізінде осы баланы қызықтыра отырып оқыту бұл өте үлкен тиімді. Мен үшін мысалы бір сыныптан 15-10 баланы оқыту бұл үлкен жетістік. Осы жетістігімді айтқым келеді. Биылғы оқу жылында көшпенділер, Ильяс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясын былтырғы оқу жылында да қаһар роман оқытып, 4 оқушым жаңа қала көлемінде дарын орталығын ұйымдастырумен орындар алған болатын. Биылғы оқу жылында да осы көшпенділер трилогиясының алмас қылыш бөлімін оқып, 3 оқушымыз жоғары дәрежеде өзін көрсете біліп, және де орындарға ие болды. Жақсы, рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Бізге берілген уақытта осымен өз мәресіне жақындап қалған екен. Енді сұхбат соңында қорытынды сөзіңіз, бір ауыз көрермендерге таңғы тілегіңіз болса, сонымен сұхбатымызды аяқтасақ. Енді әрбір атқан таңымыз тек қана жақсылықпен, сәттілікпен оянсын деймін. Жалпы қазақ еліне Алла абырой беріп, тек қана биік шыңдардан көріне білейік, және де оқушыларымызға сапалы білім беруді негіз етіп алайық. Өзіңізге де көп-көп рахмет. Ұстаздық жолыңызда жарқын жеңістерге жете беріңіздер. Рахмет. Қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта болған Жалын орта мектебінің бейін ісі жөніндегі орынбасары Назгүл Сапарова ханым болды. Біз аздаған жарнамадан соң өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Сұхбатымызды осымен аяқтаймыз.